Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Барша Шымқала тұрғындарына сәлем деп қояйық бәріміз. Команда, жалпы достық командасы 2017 жылы құрылдық. Қазіргі таңда республикалық премьер-лигадамыз, шүкір. Осыған дейін жеткен жетістіктеріміз бар деп сұрап 2017 жылы кәдімгі Сарыағаш, Жетісай, тағы Абай кәдімгі бәрінің әкім кубоктерін аламыз деп ойлағанбыз. Ойнадық. Екінші орын, үшінші орыннан асамадық. Ол кезде бірақ бізге 2017-те шыққан кезде бірде-бір соперник болған жоқ қой. Шыққаннан сөзіміз шатасып, быт-шыт болып. Қазір шүкір премьер-лигадамыз. Кішігірім қолдап отқан адамдарға алғыс білдіреміз. Мамаш бабашылығы. Жұмыс істей бермей қиналып жіберіп жатқандардың бәрі. Құрамда қазір үшеуміз қалдық. Біреуін өткенде кәдімгі шыңғыртып көшеден военныйлар әкетіп қалды армияға. Негізі ең қатты ойнайтын сол еді арамызда, бешбаттарда. Қазір үшеуміз қалдық. Нұргелді, Ербол және мен, Фариза дейсің. Ғалымжан. Премьер-лигадамыз. Деп қайта-қайта айта берсең. Сахнада да әдем өнер көрсеттік, бірақ енді үш аптадан биші қыздар дайындаумен өттім. Биші қыздардың туралармай. Жирафтың жұтқан жапырақтарының асқазанына жеткен кездегі әңгімесі. Асқазанына ғой кәдімгі, түсіндіңіздер ғой жалпы. Деп келіп тұрасың өші. Жол жеп тастады ғой деймін ба? Өзімізге өтеді ол же. Нажип алмаймын, бірақ нанты. Фемида да өзім, Фемида командасын жақсы көремін, есет қой. Жоқ, қазірден бастап. Айтшыған. Көңіліміз толады. Толмайды десең, сыртқа да шығамыз. Жақсы да. Капитанға көңіл толады, шыны керек. Нәтиже үшін ғой барлығы. Енді бізден жақсы үлкен болғаннан кейін жаңағы сәл бізге ағалық қылады. Оның барлығы нәтиже үшін. Бұлай қылыңдар, бұлай ғана дайындалыңдар, тұрыңдар, ертерек кеңіңдер. Көңіл толады бар жалпы. 17 қылық, Шымкент 17 ғой. Қазақ КВН-нің алғашқы чемпионы 2005-те ме? Қазақ КВН-нің ең алғашқы чемпионы. Көз түймесін емес па? Олардан бірінші шыққан команда жоқ ғой? Жоқ, бір жерден естіген Эфирде шықпаған ба? Эфирде шықпаған біле қалай ол? Алғашқы чемпион деп тұр ғой? Көз түйме. Көз түймесін. Полицейлер ма? Деген командасы. Қандай? Естіген сияқты. Мейірі. Қандай? Мейірімді полицейлер ма? Сондай сияқты бір команда алғашқы чемпионды бір жерде. Иә, сондай естігені бар еді. Көз тимесін байдың балалары бар, Сырдария бар, үшеуі, тағы. Бұл достық бар. Үшеуі есте болып тұр қалғандары. Төртеуі шығар, негіз төртеуі деп ойлаймын. Звондай бересі ау. Айқын ойнамаған, Айқын Төлепберген. Өйткені Қайрат ағамыз ойнаған. Екісі ойнаған. Алтынбек Тәжімбетов те ойнаған. Алтынбек Тәжімбетов Айқын ойнаған. Айқын Төлепберген ойнаған. Көп еді ғой. Көшеде болған жағдай, мектепте болған жағдай, бәрін айтамыз ғой біздер құрсын. Анда тұрышы. Анда тұры. Байланысыңыз желіде. Бұл ожидание. Ассалаумағалейкум, Мақтан қалайсың? Жақсы. Ғалыммын ғой, таныдың ба? Иә. Саған бір сұрақ қоямын, тез жауап берші. Қазақстандағы КВНнен чемпион болған қыздар командалары.
Ya kalmanak. Айта бер. Hiç YouTube'a girse. Босай, тезсіз уақыт кетіп жатыр. Basarfın айтшы. Бас әрпін айтшы, жоқ, өзің білетін адамдарды айта берсей, командаларды айта берсей, қыздар командасын. Kızlar kamerası bilir. Қыздар командасы. КВН ойнайсың ба жалпы? КВН ойнамайсың, білесің ба, айта берсей? Ең алғаш чемпион болған ба? Жоқ, жалпы айта берші, чемпион болған қыздар командасын айта берші. Yusuf Miroğlu. Юсуф Мироғлының қарындастары, иә? Аха, сосын? Болма таусыл. А? Arkalık var. Арқалық? Ha, сосын? Жалпы қыздарды айтып отыр. Oo, қандай команда еді. Онда битсе сен негізі қыздар командасы чемпион болмаған негізі жайдарманда. Қазақша. Болғанда бір қыздар командасы чемпион болған емес. Қандай? Атымыз қалыпты бірақ. Примерно. Тазымыз қалып тұрмады. Болмаса, я есіңе түскен кезде звондасай онда, я. Не сөйтейін да. Давай. Қыздар командасы білмеймін, чемпион болған ба негізі? Мен Шымкенттегі миллион болады, басқа вариант көріп тұрған жоқпын. Миллион командасы бар. Я достық командасы құрылғанымызға бір 2-3 жыл уақыт болды. Сондықтан таймаңыздар, әлі уақыт алда, Құдай қаласа чемпион болатын уақытты алыс емес. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің алға қойған мақсатымыз, Құдай қаласа осы Премьер лиганың чемпионы атанып, жоғары лигаға шығып, 1-2 жыл ойнап чемпион болып кетсек деген ниет бар енді. Сондай ма? Иә. Или тез чемпион болып кету керек болдым. Рахмет деймін, достық командасы жанкүйерлеріне өз алғысым шексіз. Шымкентте болған осы жергілікті ойында от души қолдады ғой біздерді. Кәдімгідей. Иә, жергілікті ойында шыны керек негізі зал толтырып отқан біз едік қой, иә. Почти. Иә. Өте жақсы. Біздің көрермендер еді ғой. Алғыс білдірем ХДУ-дың студенттері. Сендер жақсы көреміз. Егер көріп отырсаңдар, дайректке жазыңдар. Рахмет баршаларыңа. Тамашалаймыз. Егерде Марат Достаев ағамыз біздің командада ойнаса. Аза, мен мына командада ойнап отырмын, екі қойсаң, иә. Карантин басталмай тұрып, тойға шығып жыртып жүрген жігіттер ақшаға қатты құнығып кетсе. Басқа тойды тойламасаң тойлама, көк воротадағы әпшешкінің үйінде тойла. Басқа тойды тойламасаң тойлама, басқа тойды тойламасаң İşte ренжімеңдер, бұл жақта жаназа болып жатқан. Seni көргелі, жаным қашан тебіренбеді. Сені көргелі, сезім тулап маза бермеді. Қымбат достар, сөз соңында. Енді бір керемет бағаналы бері шоу істеп жатырық. Енді Баян мен Әділ Қазалықларына керемет ән болсын. Қымбатты Әділғазы алқалары. Жалпы достық командасы жайдарман әлемінде ойнап жүргеніне 2-3 жылдай уақыт болды. Сонымен қатар бізде биыл ғана жақсы жаңалық. Себебі республикалық премьер лига ойындарына жолдама алдық. Республикалық премьер лига ойындарына жолдама алған себебіміз бізге үлкен үлесін қосқан, бізге деген өзінің көмегін аямаған Марат Қамбарұлына алғыс білдіреміз. Сонымен қатар Жоқ, әлеге бумердегі өлең емес пе? қоя тұршы, айтып олайын. Сонымен қатар, қымбат достар, біз бүгінгі кубокты басынан бастап айтып келе жатқандай, бұл кубок біз үшін өте маңызды. Бумер зор кинода деп. Тұра тұршы деймін, айтып олайын былайға. Оны айтты маған. Біз үшін кубок өте маңызды. Себебі республикалық деңгейде алғашқы рет ойнайын деп тұрғаннан кейін бүгінгі 4-1 кісінің бізге деген ыстық ықыласын білдіретін дәл осы кубок. Сондықтан қатты бетіп жалынып сұрамасақ та бүгінгі кубокты бізге берсеңіздер.